21 ғасыр ақпараттандыру ғасыры. Бүгінде цифрлық трансформациялау идеясын әлемдік тренд деуге болады. Цифрлық технологиялар көптеген елдердің экономикасын дамытуда маңызды рөлге ие. Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекеттің болашағы саналатын, жас ұрпаққа заман талабына сай білім беретін, мектептің әлеуетін көтеру басты міндет. Оның ішінде ауыл мектептерінің жан-жақты дамуына қолдау көрсету арқылы ауыл балаларының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды игертуге жол ашылады. Осындай жаңаша бағыт пен тың идеяларды іске асыруда Түркістан облысы Жетісай ауданының Асығата кентінде орналасқан номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясы үздіксіз жұмыс атқарып келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бойынша білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру тетігін ұстанатын бұл мектеп қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі, дамыған цифрлық инфрақұрылымды табысты түрде игеріп келеді. Іргетасы 1974 жылы қаланған бұл мектеп 2004 жылдан бері гимназия статусын иеленіп, ауданның тірек мектебі, сондай-ақ жетекші мектептер қатарында саналады. Білім ордасын Жетісай аудандық мәслихатының депутаты, білім магистрі, білім беру ісіне еңбегі сіңген қызметкер және кәсіби білікті басшы Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы басқарып келеді. Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру білім саласындағы басты мәселе. Оның ішінде мектеп директорларының біліктілігін арттыруда өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша филиалы өте сапалы курстар ұйымдастырып келеді. Мектеп директоры Гүлжан Тұрарбекқызы жылдар бойы бақылау мен басшылық аясында сертификатталып, өз кәсіби біліктілігін арттырып келеді. Ал мектеп мұғалімдерінің 75% осы филиал базасында біліктілік арттырып, мектеп оқушыларына сапалы білім берумен қатар, мектептің даму жолында ынтымақтаса әрекет жасауда. Мектеп педагогтерінің сапалық құрамы өте жоғары деңгейде. Педагог шебер санатты 7 мұғалім, педагог зерттеуші 51, педагог сарапшы 25, ал педагог модератор санатты 13 мұғалім болса, жалпы мектеп бойынша біліктілік санатты мұғалімдер құрамы 87% құрап отыр. Мектеп педагогтеріне кәсіби қолдау мен әдістемелік көтермелену ісін қолға алған өрлеу біліктілікті арттыру орталығы көптеген шығармашылық байқау сайыстардың ұйымдастырушысы. Үлгі көрсетуді ұстанатын мектеп директоры Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы 2016 жылы жалпы білім беретін мектеп басшылары арасында білім беру ұйымдарын басқарудың үздік моделі байқауының облыстық кезеңінде жүлделі 2-ші орында. Табысты менеджер 2018 республикалық байқауының облыстық кезеңінде жалпы білім беретін мектеп басшылары арасында жоғары дәрежеде кәсіби шеберлігі көрсеткені үшін 2-ші орын иегері. 2016 жылы үздік педагогикалық идеялар фестивалінде бас жүлдені иеленіп, нәтижесінде өрлеу біліктілікті арттыру орталығының қолдауымен мектептің озат тәжірибесін тарату мақсатында мектеп базасында жаңаша білім беру, тиімді бағыттар, нәтижелі мүмкіндіктер, табысты тәжірибелер тақырыбында республикалық семинар өтілді. Ауылдық мектептердің цифрлық әлеуетін көтеруді қолға алған бұл семинардың пленарлық мәжілісі онлайн форматта ұйымдастырылды. Бұл мәжілісте жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы инновациялық тәжірибелер, жаңа бастамалар, озық іс-әрекеттерді көрсетуде республиканың барлық филиалдарының тренерлері өз кезектерінде ауыл мектептерінің мұғалімдеріне аянбай бағдар беріп, құнды пікірлермен бөлісіп, тәжірибе алмасты.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі жолдауында цифрлы ұстаз жобасы туралы нақты тапсырма берген болатын. Осыған орай, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы педагогтердің цифрлы құзыреттілігін дамыту тақырыбындағы біліктілікті арттыру онлайн курсына мектеп педагогтерінің 100% қатысып сертификатталды. Бұл курс барысында алған біліммен педагогтер қашықтықтан оқыту кезеңінде отандық Білімленд, күнделік, дарын онлайн, тағы да басқа платформаларында ешбір кедергісіз жұмыс атқарды. Бұлардан бөлек шетелдік WhatsApp, Telegram мессенджерлері, Zoom видеоконференциясы, Microsoft Teams, Google Classroom платформаларында да қосымша қолданыста еркін пайдаланып, білім беру процесі өз деңгейінде ұйымдастырылды. Мектептің цифрлық портфелі толық қамтылған, жалпы 2 информатика кабинеті, 1 мультимедиа кабинеті және робототехника кабинеті бар. Компьютерлер саны 97, экрандар 7, проектор саны 2, электрондық құралдар саны 128, электрондық дисктер 78. Мектептің жалпы персоналды және контингентті есепке алу ұлттық білім беру деректер қорымен біріктірілген. Күнделік кезет платформасы арқылы мектеп тынысы толығымен жүзеге асады. Мектеп қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 8 бейнебақылау камералары орнатылған. Оқушылардың IT сауаттылығын арттыру үшін мектепте робототехника, 3D модельдеу, Python элективті курстары өтіледі. Бұл сабақтар робототехника кабинетінде өз деңгейінде ұйымдастырылады. Кабинет заманауи құрал жабдықтармен, компьютер, интерактивті тақтамен, 3D принтермен талапқа сай жабдықталған. Мектеп оқушылары арасыға күтетін робототехника үйірмесінің жетістіктері де өте көп. Орал Бегнұр, Жұмахан Тұрар облыстық робототехника байқауында үздік спортшы роботтарды ұйымдастырғаны үшін жүлделі 2-ші орында. Робот Түркістан сайысында Халдар Даниял мен Жұмаханбет Аружан жүлделі 2-ші орындарды иеленді. Сондай-ақ педагогтер арасында Роботур 2-ші облыстық байқауының республик облыстық кезеңінде бәйге санаты бойынша қатысқан информатика пәнінің мұғалімдері Жолдасбеков Ерлан, Бексейітов Дәулет ағайлар жүлделі 2-ші орынды иеленді. Мектеп мұғалімдерінің бүгінде шығармашылық деңгейі де ақпараттандыру бағытымен ілесіп келеді. Мектептің веб-сайтын құрастыру ісі де жолға қойылған. Мектеп мұғалімдері дайын білім беру платформаларын қолданып қана қоймай, электрондық құралдар жасап, өз тәжірибелерімен бөлісуде. Мектепте әдістемелік 3 электрондық оқулық шығарылған. Атап айтқанда, тарих пәнінің мұғалімі Разия Исаева мен Бекжан Асанбековтың бірлесіп жасаған өлкетану тақырыбындағы авторлық электронды оқулығы облыстық деңгейде 1-ші орынды иеленді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлжан Убайдинаның Абайтану атты электронды оқулығы республика деңгейінде мақұлданып таратуға ұсынылды. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Маржан Мырзагелдиеваның Қазақ тілін үйренейік атты электронды оқулығы республика деңгейінде 1-ші орынды иеленіп, озат тәжірибе ретінде таратылды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша филиалы мектеп мұғалімдеріне арналған курстарды сапалы өткізуде. Курстан кейінгі қолдау шаралары мұғалімнің кәсіби шеберлігін шыңдауға бағыттап шебер сынып, тренингтер, семинар кеңестер, оқыту семинарлары, вебинарлар сынды көптеген іс-шаралар өткізуде көшбасшылық жасайтын іргелі орталық. Осындай ынтымақтасқан әрекеттер нәтижесінде мектеп мұғалімдерінің осы орталықпен бірлесіп құрастырған оқу құралдары жылдар бойы облыс аумағындағы ауыл мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде қызмет етіп келеді. Атап айтқанда, бастауыш сынып мұғалімдері Жақыпбекова Нұрша, Талипова Алмақыз, Жақсыбаева Баян, Әбілбашарова Жанат, Садыкова Айман, Жұрхабаева Халима апайлардың озат тәжірибесі көптеген жас мамандарға үлгі болуда. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы
Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша филиалының ұйымдастыруымен пән мұғалімдері олимпиадасының облыстық кезеңі өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып келеді. Осы орталықтың тікелей бастамасымен өтілген пән олимпиадаларындағы мектеп мұғалімдерінің жетістігі де көптеп саналады. 2020 жылы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Үсіпбекова Әйгерім жүлделі бірінші орынды. 2020 жылы математика пәнінің мұғалімі Еркін Мағжан жүлделі бірінші орынды. 2014 жылы тарих пәнінің мұғалімі Асанбеков Бекжан екінші орынды. 2015 жылы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибадуллаева Гүлжазира екінші орынды иеленді. 2018 жылы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдрахманова Гүлнара бас жүлдені иеленді. Қазіргі уақыт ұстаздан жаңа тәсілдерді қолдануды, шығармашылық пен ізденіспен жұмыс істеуді талап етеді. Оқушыларға тереңде тиянақты білім беру үшін заман талабына сай үнемі ізденісте болып, жан-жақты даму мұғалімнің негізгі міндеті. Осындай міндетті арқалаған мектеп мұғалімдері оқушылардың кәсіби байқау сайыстарға дайындаудан шаршаған емес. Мектепте халықаралық ақ көгершін, ғұмырдария, яссауитану конкурстарының бас жүлде жеңімпаздары мен лауреаттары бар. Спорт саласындағы үстел теннисінен Қазақстан Республикасы чемпионатының чемпиондары да бар. Пән олимпиадасының республикалық облыстық кезеңдерінің жүлдегерлері де бар. Ғылыми жобалар байқауының жүлделі орындар алған жас ізденуші ғалымдары да бар. Қорыта келгенде, дарынды шәкіртті дарынды ұстаз ғана дайындай алады демекші, бұл мектептің нәтижелі жетістіктерін еселейтін педагог кадрлардың әлеуеті зор. Ал педагогтерге кәсіби қолдау білдіретін біліктілікті арттыру орталықтары екені белгілі. Еліміздің шалғайында орналасқан Жеңіс мектеп гимназиясының бүгіндегі тыныс тіршілігі, жеткен жетістігі, заман ағынымен ілесе дамуы жалғасын таба бермек. Ауыл мектептеріне жасалып жатқан қолдау кеңейіп, цифрлық әлеуеті арта берсін.